Сәлем достар, сіздермен бүгін шоколадный кремнің рецептісімен бөлісемін. Алдымен ыдысымызға 35% салқын сливкиді ештеңе қоспай миксермен шайқаймыз. Сливкиімізді 3-4 минуттай шайқаймыз. Сәл қоюлана бастаған кезде қант ұнтағын қосамыз. Тағы да 1-2 минут араластырамыз. Сливкиіміз жақсы қоюланып араласты. Енді творожный сыр қосамыз және тағы да жақсылап толықтай кремге айналғанша араластырамыз. Бізде қою әдемі крем пайда болды және осы кезде ерітілген шоколад қосамыз. Шоколадты микроволновкада ертіп алсаңыздар болады. Осымен біздің өте дәмді шоколадты креміміз дайын. Бұл шоколадты кремді трайфлға, шоколадты бисквиттерге қолдансаңыздар болады. Ал мен бұл кремді трайфлда пайдаландым. Дәмі өте керемет болып шықты. Ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айдын Нұржановна.